Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бала кездегі дәм муравейникті әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Кейін жұмыртқалы массамызға ерітілген сары май құямыз. Барлық ингредиенттер араласып болған соң, електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқалы сұйық массамызға қасықтап қосамыз. Нәтижесінде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Пакетке салып, тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа жібереміз. Келесі кезекте бөлме температурасындағы сары майға қоюлатылған вареная сгущенканы қосып, блендердің көмегімен араластырамыз. Уақыт өткен соң, тоңазытқыштан қамырымызды алып шығып, ет тартқыштың немесе үккіштің көмегімен үгітеміз. Пергамент қағазы төселген противеньге қамырымызды жаямыз. Үгітілген қамырды қызып тұрған духовкада 180 градуста кемінде 35-40 минут пісіреміз. Піскен соң бөлме температурасында суытамыз. Келесі кезекте ыдысымызға печеньемізді қолмен үгітеміз. Енді печеньеге алдын ала дайындалған сары май мен вареная сгущенканың қоспасын қосамыз. Ағаш немесе силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Сонымен қатар мак немесе үгітілген жаңғақ та қосуға болады. Массаны жақсылап араластырып болған соң, тарелкаға дөңгелек форманы қойып, ішіне муравейнигімізді нығыздап саламыз. Ең соңғы этап әсемдеу. Әсемдеу әр адамның өзінің фантазиясында. Мен құлпынайдың көмегімен әсемдедім. Сонымен қатар мак және сахарный пудра септім. Нәтижесінде осындай әдемі муравейник шықты. Муравейник осымен дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, муравейник жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше.